Балалар, келіңдер тамақ ішеміз. Ай, мен кімге айтып жатырмын? Кейін мам каткада отырым. Адам. Эй, тыныш. Мына жерде страшный момент болатыр. Ужас. Ай, Көркем, Зере. Сәлем достар, сіздермен бүгін Family Dinner. Маған лайк басып кетіңіздер және маған тіркеліп кетіңіздер. Өте қызықты влогтар болатын болады осы жақында. Көзім ашып кетті. Тоқтай алмай атым. Әмір, Дияр, болсаңдаршы. Мама, тағы интернет қоса салшы. Wi-Fi істемей тұр. Істеп тұр Wi-Fi. Ассалаумағалейкум. Мен келдім. Балалар. Ой. Қалайсыңдар? Балалар, ас болсын. Мен ауа сияқтым мына жерде. Бұлар телефонсыз адам емес қой. Жарайды. Замандар ғой. Біз де кезде телевизорға шықпайтын едік қой. Чеміз. Біз телевизорда отырсақ, ең болмаса ата-аналарымызбен сөйлесіп, тамақтанып, әңгімелесетін едік қой үстелінің басында. Бұларды қараш, бастарын көтермейді телефоннан. Тастандаш телефондарынды, тамақтарын суып жатыр. Қызым, лайкың көп екен сенің. Балалар, телефонды қоямыз. Балалар, тамақ ішеміз, телефонды қоямыз. Қазір пап күтеші менде маңызды катка. Шығып кетсем командам ұтылып қалады. Мен историямен жауап бермесем подписчиктерім кетіп қалады. Папа, біз қазір заманға сай өмір сүріп жатырмыз ғой? Заманға сай дейсің бе? Ей, дастарханда бірге тамақ ішу. Ананың көзіне қарау. Қай заман? Ербол, вот тебе. Өзіміз бұларды бақытты болсын деп қос-қос бастарына сотқа алып бердік. Міне енді саған результат. Жоқ! Мама! Не болды, қызым? Түсімде қорқынышты нәрсе көрдім. Бір бәле артынан жүгіріп келетті. Құдай-ау, не болды екен, а? Телефон қосылып қалыпты ғой. Осы бәлені саған кім көрсетеді, ай Көркем? Тренд қой. Қанша айтам мен саған, түнде жатарда көрмей бұндайды, шошайсың сосын. Жата ғой. Дияр, неге көзіңді уқалап отырсың? Көзім жанып тұр. Бәрі бұлыңғыр. Сен онда low график қойып ойнасайш? Сен күлме, өзінің көзін сондай болып қалады. Гүлмира ханым, Нұрсұлтанның тілі қазақша жауап бермейді. Өйткені ол ылғи да орысшасын қосып отырады араластырып. Оған өзі алмайды. Ал қасындағы балалар үнемі оған күліп, бұл өзіміздің қазақ қой деп отырады. Негіз біз үйде бәріміз қазақша сөйлейміз. Түсінем енді бәрін қазақ сөйлейтіндеріңді. Ал ол үйде ойын тілімен өмір сүріп келе жатқан бала. Негізі бұл тәуелділіктің белгісі. Бала реал өмірді емес, онлайн өмірді қалыптастырып алған. Не дейді? Қалай қазақша сөйлемейді? Солай айтты мұғалімдер мектептегі. Бұл қазақ мектебінде оқиды. Үйде бәріміз қазақша сөйлейміз. Ой, пап, реально, қазір бәрі терминмен сөйлейді. Онлайнда ағылшынша бар. Главное, ақша тапсам болды емес па? Ақша дейсің бе? Сен ақшан бар. Әкем болмаса не істейсің? Қойш, пап, өзің күнде жұмыстасың, неде жоқсың. Телефон көп қарай ма, бала?
мына көзін бұлшық еттері шаршаған. Дәл осылай жалғаса беретін болса, көру қабілеті кішкене төмендеп бастайды. Балаға тоқтат деген сөз дәл қазір кеңес емес, бәлки ем болады. Мен көрмей қалам ба? Жаным. Қорықпашы, біз бәрін жөндетеміз, біз емдейміз көзіңді. Жарай ма? Қорықпа. Әмір, не істеп отырсың сен? Отыр бері. Не істеп отырсың? Папа, ол ойында батыл болсаң ғана өтесің деді. Мен өтпесем қорқақ боламын. Қандай ойын, не айтып тұрсың? Әмір, сен қорқақ емессің. Сен баласың. Бұлар сенің миыңды улап отыр. Мына ойынды ойнама сен. О, не болды тағы да түн ішінде? Мынаны қара, балалар не ойнап отыр. Біз телефонды Қуанышқа деп бердік балаларға. Ағасын тұншықтырып отыр. Мынау масқара, мынау не сұмдық, астафиралла. Вот, осы ойынды қарап, ағасын тұншықтырып отыр. Масқара. Жан, ертең имамды шақырайықшы, мына үйді аластатып, тазартайықшы. Не болып кетті соңғы кезде? Мәселе иманда емес. Мына телефонда мәселе. Балалар көрген істейді. Мына телефонын құрту керек. Бұл сен бара берме. Балалардың қасына ашты. Жат, ұйықта. Ұйықтаймыз. Папаның қасында ұйықтайды сен. Жат оғай. Так, балалар, бізде бүгіннен бастап телефон тәртібі. Бәрін телефондарын салдыр маған. Сал. Сонда подписчиктерін мен өмір сүрем, ая? Өлмейді подписчиктерін. Гүлмира, сен де сал. Сал. Яғни мамаларын да салып жатыр. Сал. Дұрыстан? Папа, сіз неге біздің өмірімізге араласасыз? Сал телефон, сал. Сендер де салдар. Папа, сіз диктаторсыз ба? Енді отырып тамақтарын ішіндер. Сіз диктаторсыз ба? Я, мен диктатормын. Сендер мен балаларымсыңдар ма? Сендер үшін мен жауап берем. Тамақтарын ішіндер бұл. Ой. Папа, сабаққа соткамды бер, шпаргалка жасау керек. Қайдағы шпаргалка? Сабағын өзін оқы, басын бар емес па? Папа, мен ойнай алмаймын. Маған айқайлай береді өзімен өзі. Сен ойнаған кері жоқ маған. Кетші бір көріш вообще. Осы екеуі өмір сыйыспайды. Пап, сіз білесіз, ба ред флаг екеніңізді? Хотя бы 1 сағатқа беруге болады ғой. Ред флаг деген не? Білмеймін. Әке, мен командама керекпін. Соткамды берінші, мен онлайн адаммын. Балам, сен онлайнда адамсың. Мына үйде кімсің сен өзі? Сен мына жерден өтшірші мен. Гүлмира? Ау? Не істеп отырсың? Шаршадым, шамалы шаршағын басып, телефонда отыра тұрайыншы. Гүлмира, біз балалардан талап етеміз. Өзімізше? Расымен да, балаларға телефонды беріп, мен де өзім тәуелді болып қалыппын. Бірге емделу керекпіз сонда. Тыйым салу керек, я. Бірақ бір күнде бәрін жасау ол баланың психикасына әсер етеді. Сіздер оның орнын толтыруларыңыз керек. Не қыламыз енді? Жоспар құрыңыздар. Дала ойыны, бірге уақыт өткізу, және ең бастысы ата-ана баламен сөйлесуі керек. Мен балалармен сөйлесе алмай қалыппын. Тіпті оларды тыңдаудан қалғанмын. Балалар, тәртіп білеміз ғой. Телефон саламыз, телефон. Сал. Бәрін салыңдар. Гүлмира, сал. Сал, қызым. Сал.
Бірінші ереже, дастарханда телефон ұстамаймыз. Дастарханда бәріміз тамақ ішеміз. Ал музыка тыңдағым келсе ше? Ал музыка тыңдағың келсе, бірге тыңдаймыз, бірақ телефоннан емес. Ал екінші ереже ше? Екінші ереже, бәріміз күніне 1 сағат далаға шығып серуендейміз. Әке, мен далада контент түсірсем бола ма? Жан, болады, конечно. Бірақ сенің контентің өмір болсын. Әке, таза ауада жүрген күшті екен. Я балам, ол саған үйде отырып қатты ойнау емес, таза ауа деген жақсы. Анашым, күн жарық қой. Жаным, сен білесің бе, бұл күн өте пайдалы көзге. Я балаларым, жүрдер 6 бақанға отырамыз. Мама? Мам? Ау, қызым, не болды жаным? Мам, қорқып тұрмын. Неден қорқып тұрсың? Сон, кешегін көрем ба? Қорықпашы жан, оның бәрі өтті кетті. Сен жалғыз емессің, мен сенің жанындамын. Сен тыңдадың, бұрында тыңдамаушы едім. Ботақаным, мен сені жақсы көремін. Ештеңеден қорықпа, жарай ма? Ұйықтай ғой, көзін жұм. Әке, телефонымды беріңізші. Олар менсіз ұтылады. Балам, сен бізсіз ұтыласың. Сіздер мені түсінбейсіздер. Вот балам, мен де түсінбейтін. Қазір сен түсінбейсің. Ертең өзің балам болады, соған балана телефонды бересің ғой, вот сол кезде сен түсінесің. Мен үйде ешкім емеспін. Балам, сен үйден үлкенісің. Сен бауырларың бар. Сен онлайнда лидер болмай, бауырларына лидер бол. Бара ғой. Балам, сен қандай видеолар қарап жүрсің? Бәрі мені ойында батылсың дейді. Сен батылсың, балам. Бірақ батылдықты жоқ деп айтып үйрену керек. Сонда мен жоқ дей аламын ба? Үйретем, балам. Мен саған өзім үйретем. Зере, сен қайтып тығылып сотқа ойнайтын болғансың ба? Әкел бері қарай. Қанша айтам? Мама, мен лайксыз ешкім емеспін, мені ешкім көрмейді. Олай айтпа. Сені көретін мен бармын, әкем бар, ағаларың бар. Сенің құның лайкта емес. Ал менің барлық достарым блогер. Қызым, дос деген видео емес. Дос деген жүздесу, араласу, кездесу. Түсінесің ба сен? Давай его. Мынау да азарт екен ғой. Әрине, балам. Бұл ойынның ең басты мақсаты ақылмен, мимен ойнау керек. Ең бастысы бұл офлайн ойын. Мә, әке, сіз де нормально сөйлей алады екенсіз ғой? Біз де бала болдық қой. Былай жүрем. Мам, Ау, телефон бересіз ба? Ұйықтай алмай жатыр едім. бермеймін, болды. Мен де адаммын, мен де шаршадым. Неге телефон сұрай бересіңдер, сендер бір айтқанды түсінбейсіңдер ма? Мен сендерді жақсы көргеннен күресіп жүрмін ғой, осылай балалар. Болды, бар, бәрін ұйықтаңдаршы бар. Еріп кетсек бір. Мам, кешірші. Енді қайталанбайды. Анашым, мен бүгін мектепте тек қазақ тілінде жауап бердім. Шын ба? Иә. Жарайсың, қалай екен? Өте ерекше сезімде болады екенсің өз тілінде жауап берсең. Жаным, мен әрқашан қазақша сөйле, жарай ма? Диснай. Қазір дайын болады. Мынау менің ең өмірімдегі нағыз контентім болды. Тек лайк сұрама. Анашым, бүгін көзім ауырмады.
Ботақан, себебі сен кітап аштың. Кітап та қызық екен. Кітап тренд болмаса да, жүрекке тренд екен, иә? Ал балалар, тәртіп бойынша бәріміз білеміз ғой, иә? Ой, молодцы. Әке, осы кейде қайттан катка ойнағым келеді. Ойнайсың балам. Бірақ ол сенің өмірің емес. Сенің өмірің міне мынау. Бауырларың, қарындастарың. Анашым, мен бүгін қорқынышты түстер көрмейтін сияқтымын. Папа, бір фотоға түсейікші, бірақ фильтрсіз. Дұрыс айтасың жаным. Ең әдемі өмір, ол фильтрсіз өмір.